Сәлем достар, сіздермен аяулым және де бүгін каналымда панкейктің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып аламыз да, оның үстіне 40 грамм қантымызды қосып, барлығын араластырамыз. Одан кейін оның үстіне 200 грамм сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Оған бір шай қасық қопсытқыш және 120 грамм ұнымызды қосып, барлығын мұқият түрде араластырамыз. Және үстіне 2 ас қасық шемішке майын құямыз. Міне осындай сұйық болып шығады, және табаға 1,5 қасықтан құйып, 2 жағынан пісіреміз. Мен табаға май жақпадым, себебі антипригарный таба болғандықтан, сіздерге керек болса май жағуға болады, тек аз ғана жағу керек. Міне осындай көпіршіктер шыққанын күтеміз. Шыққан кезде екінші жағына айналдырып, екінші жағын пісіреміз. Екі жағы да пісқан кезде табадан алып ыдысымызға саламыз. Қалған қамырды да осылай құйып істеп шығамыз, және де бір айта кетерлігі, оттың астын ақырын қойыңыздар, себебі қатты қойса панкейк тез күйіп кетеді. Міне осындай өте нәзік әрі дәмді панкейктер дайын болды. Қалауыңызша әрлеуге болады. Сгущенкамен немесе қаймақпен де жеуге болады. Үй іштеріңізге міндетті түрде жасап беріңіздер. Таңғы асқа өте керемет тамақ. Сіздермен болған аяулым, келесі видеода кездескенше. Айтпақшы, менің каналыма тіркелуді ұмытпа, себебі апта сайын жаңа видеолар шығады.